Денисов орталық аудандық кітапханасы Парасат жолы республикалық жобасы аясында адалдық, парасаттылық, әділдік қағидатына, сондай-ақ қоғамда ұлттық мәдениет пен руханиятты ілгерілетуге бағытталған кездесулерді жалғастырады. Біздің кездесуіміздің өзекті тақырыбы жемқорлық жайында болмақ. Жемқорлық латынша сатып алу дегенді білдіреді. Жемқорлық мемлекеттік басқару құрылымындағы лауазымды қызметкерлердің өздеріне тапсырылған қызмет мүмкіндіктерінің жеке бастарының пайдасы мен мүддесі үшін пайдалану мақсатында жасаған қоғамға қауіпті қылмыстық іс-әрекеттері. Бүгінгі біздің қонағымыз Денисов ауданының Жұма мешітінің имамы Жиенбаев Руслан Маратұлы. Қош келдіңіз, Руслан Маратұлы. Ең алдымен шамалы өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз, сіздің ойыңызша адамдарды сыбайластық жемқорлық жасауға не итермелейді және сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін қандай әдістер тиімді деп ойлайсыз? Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Барша мақтау ұлық Аллаға тән, ардақты біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға Алланың сәлемі мен амандығы болсын. Қазіргі уақытта осы ең күрделі тақырып бұл жемқорлық. Жалпы айтқанда осы біздің шариғат бойынша, тағы да осы біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сүннеті бойынша жемқорлық ол үзілді кесілді, ол харам етілді. Яғни осы біздің шариғат үкімі бойынша жемқорлықпен айналысу бұл, яғни Құдай Тағала мен ардақты біздің пайғамбарымыздың осы тыйым салынған нәрсесі. Сол біздің ардақты пайғамбарымызда мынандай бір хадис бар. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтуынша, яғни сол кісінің өсиеті бойынша сол параны берген және де параны алған кісі ол дейді тозақы дейді. Яғни жалпы айтқанда осы жемқорлықпен айналысатын кісілер дейді, бұл осы Алла Тағаланың осындай бір қаһарын, азабын өзіне жақындап алады екен. Енді қазіргі уақытта осы біздің шариғатта мынандай бір не бар, сенім бар, бұл ақырет күніне сену. Яғни әрбір саналы мұсылман, әрбір осы Алла субханаху ва тағалаға бойұсынған құл, ол не істейді? Осы, яғни біз ақырет күніне сенеміз. Яғни баршамызға да белгілі болғандай, осы Құран кәрімнің аяттарында да, тағы да осы біздің пайғамбарымыздың өсиеті, сол бар хадистерінде, өсиеттерінде айтылады. Яғни қиямет күнінде әрбір адам баласы, әрбір мұсылман адам бұл өмірді қалай өткізді, немен өткізіп, қайда өзінің осы бүкіл қаражатын, дүниесін, мүлкін қалай тапты, қалай жұмсалды, осының барлығы ертең осы ақыретте осының барлығы сұрақ жауап болады. Соған байланысты қазіргі уақытта да осы әлеуметтік желі арқылы да біз қаншама кісілерді естиміз, осындай бір парақорлықпен ұсталынып қалды, осы бір жемқорлыққа бір өзінің осындай бір үлесін қосы қаншама кісілерді естіп жатамыз. Енді осының бір емі деп біз ойлаймыз, бұл имандылық. Яғни иманы мықты кісі болса, Аллах субханаху ва тағалаға жақсы бой сұнса, сол біздің барлық біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан барлық өсиеттерін толықтай амал ретінде орындалса, осы жемқорлық ол бәрібір бір күн өзінде өз бетімен жоғалып қалады. Жалпы айтқанда әрбір саналы мұсылман осыны білу керек. Яғни Алла Тағала мені көріп тұр, Алла субханаху ва тағала мені естіп тұр, мен ертең осының барлығын Құдайдың алдында жауап беремін деп, осы әрбір осындай сол бір қасиетті қағида, яғни мені көріп тұр, естіп тұр, біліп тұр, осының қияметте сұрағы болады деп, әрбір саналы мұсылман осыны сол бір өзінің өміріне бір амал ретінде қолданса, бәрібір бір Алланың қалауымен осы жемқорлық ол толығымен осы жер бетінде осы
толықтай жоғалып кетеді деп ойлаймыз. Жемқорлық дегеніміз жамандық. Тек саған немесе маған қатысты емес, ол бүкіл халқымызға, елімізге қауіпті індет екенін түсініп, адалдық пен әділдікті таңдау еткеніміз дұрыс.